Қалай саяхатқа жүргенде қалай ойлайсыздар? Осы пойызға не болмаса самолетқа кешігіп көрдіңіздер ма? Мүмкін сіздер сол пойызға секіріп мінген шығарсыздар, ондай да болған шығар, иә? Иә, залдың ішінде Алматыдан бір пойызға секіріп мінген айтып жатыр. Мен сіздерге бір басымнан өткен жағдайды айтқым келіп тұр. Ол Саратов қаласында болған. Сөйтіп, осы Саратовтан Белгородқа пойызбен бару керек болған. Саратовқа дейін мен машинамен бардым да, ары қарай пойызбен баруға болған. Менің жанымда билет болған. Алдын ала сатып алған. Бір пакет тамақтар болған. Сөйтіп, мен билетімді бәрін дайындап, осылай жолға дайындалған болған. Бірнеше сағат бұрын қалаға келсем, осы вокзал қайда екенін тауып алам деп бәрін тексердім. Қай жолдан, нешінші жолдан кететін бәрін тексеріп, сөйтіп не отырам, осылай осы қаланың шетінде барып, қаланың ішінде паркке барып, демалып келейін. Қасында неше түрлі бір ғимараттар бар. Сөйтіп қаланы аралап жүрмін. Сөйтіп KFC-ға кіріп тамақ іштім. Жақсы уақыт өткіздім. Сөйтіп ертерек өзім пойызыма келсем, вокзалға кіріп тұрмын, перронға кіріп тұрмын, өзіме керек жолыма түстім. Ол жерде бірде-бір пойыз жоқ. Мен ұқпай қалдым. Қалай бұлай? Менің пойызым қайда кетті? Мен кассаға келіп қазір сұраймын. Маған неге өтірік билет сатты? Ол осы жарты сағаттан кейін өту керек, а ол жоқ. Сөйтсем, Саратовта 2 сағат айырмашылық бар екен. 2 сағат. Мен сол 2 сағатта вокзалдың қасында қыдырып жүргенде, ол менің пойызым баяғыда кетіп қалыпты. Мүмкін сіздерде де осындай оқиғалар болған шығар. Бірақ қандай бұл қайғылы оқиға, е? Өзіміз бір күні біз егер осындай бір аспан патшалығына өте жақын болдың, дәл қақпаның алдында табалдырығында тұрдың. Бірақ қақпаның арғы жағында тұрдың, оған кірмедің деген естіген қандай қайғылы екенін елестетіп көріңіздер. Бүгін біз ізгі хабардағы бір адамның Исадан осындай сөз естіген оқиғасын қарастырамыз. Сондай-ақ Құдай патшалығының маңында ғана қалып қоймай, оған міндетті түрде кіру үшін не істеу керектігін туралы сөйлесеміз. Марқаның 12-ші тарауының 13-нен 34-ші аятына дейін оқимыз. Кейінірек басшылар Исаға бірнеше парылшыларды және Иродтың жақтастарын жіберді. Бұлар құйтырқы сұрақ қойып, Исаны өз сөзінен ұстауға тырысты. Осылай олар Исаға келіп бұлай деді: «Ұстаз, сіздің әділ екеніңізді білеміз. Біреуге жағыну ниетінен аулақ болып, ешкімнің бет жүзіне қарамай, жұртты шынымен Құдайдың жолына үйретесіз. Ал енді Рим патшасының алым-салық төлеуіміз дұрыс па, әлде бұрыс па? Соларды өтеуіміз қажет па, жоқ па?» Бірақ бұлардың екі жүзділігін біле қойған Иса: «Мен азғырып сынамақсыздар, бір күміс теңгені алып келіңдерші көрейін» деді. Олар біреуін әкеліп берді. Иса: «Мынау суретпен жазу кімдікі?» деп сұрады. Олар: «Рим патшасыныкі» деп жауап берді. Сонда Иса: «Олай болса, патшаға тиістісін патшаға, Құдайға тиістісін Құдайға беріңдер» деп тұжырымдады. Әлгілер Исаныға таңданып қайран қалды. Садукейлер өлімнен қайта тірілу жоқ деп айтатын. Сондықтан Садукейлер ұйымның кейбір мүшелері Исаға келіп мына сұрақты қойды: «Ұстаз, Мұса пайғамбар бізге мынадай бұйрық жазып қалдырған: егер біреудің үйленген бауыры артынан бала қалдырмай қайтыс болса, онда сол адам оның жесірін үйленіп, марқұм бауырына ұрпақ қалдырсын. Бірақ ағайынды 7 жігіт еді. Олар тұңғыш ұлы үйленіп, артынан бала қалдырмай өлді. Жесірін екінші үйленіп, ол да артынан бала қалдырмай бұл дүниеден кетті. Үшіншісі де солай болды. Сол әйелге 7 үйленіп, бала қалдырмай өлді. Ақыры бәрінің артынан әйелдің де өзі көз жұмды. Ендеше, қиямет күні қайта тірілгенде әйел қайсысынікі болады? Олар 7-інің де әйелі болған еді ғой». Иса оларға былай деп жауап берді: «Келі жазбаларды және Құдайдың құдіретін ұқпағандықтан жаңылып жүрсіңдер, солай емес па? Себебі өлімнен қайта тірілгеннен кейін адамдар әйел алмайды, күйеуге де шықпайды.
Ол жағынан олар көктегі періштелер іспетті болады. Ал өлгендердің тірілу жайында Мұса пайғамбардың қалдырып кеткен Таурат кітабындағы тікенді бұта туралы бөлімді оқымап едіңдер. Ыбырайым, Исқақ, Жақып дүние салғаннан көп жыл өткесін Құдай Мұсаға былай деді: мен Ыбырайым, Исқақ, Жақыптың құдайымын. Ол өлілердің емес, тірілердің құдайы. Демек, мүлдем жаңылып тұрсыңдар. Бір дін мұғалімі жақындап келіп, олардың айтысып жатқандарын тыңдап тұрған еді. Исаның жақсы жауап бергеніне көз жетіп оған: Таураттың өсиеттерінің ең бастысы қайсысы деп сұрады. Иса оған былай деп жауап берді: бәрінен ең бастысы мынау: тыңда, Исраил, Құдайымыз жаратқан не жалғыз иеміз. Құдай еңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл ойыңмен, бар күш қуатыңмен сүй. Бұл басты өсиет. Ал екіншісі де сол сияқты: өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамды да солай сүй. Бұлардан жоғары өсиет жоқ. Сонда дін мұғалімі Исаға былай деді: сіздікі дұрыс, ұстаз. Құдай жалғыз, одан басқа Құдай жоқ деп шындығын айттыңыз. Оны шын жүректен, барлық ақыл оймен, бүкіл жан дүниесімен, бәр күш құятпен сүю, өз маңайыңдағы адамдарды өзіңдей сүю, Құдайға деген құрбандықтар мен басқа сый тартылулардың бәрінен де жоғары. Иса сол дін мұғалімнің парасатты жауап бергенін көргенде оған: Құдайдың патшалығынан алыс емес екенсің деді. Бұдан кейін Исаға сұрақ қоюға ешкімнің батылы бармады. Әмин. Айтыңыздаршы, сіздер астарлы қитұрқы сұрақтарға жауап берген уақыттарыңыз болды ма? Исаға осындай қитұрқы сұрақтарға қашан жауап беруге әр кезде тура келді. Біз осы үш сұрақты қалай жауап бергенін құрылған, оған еріп оның патшалығына міндетті түрде кірудің жолын Иса соларға жауап беру арқылы қалай көрсететінін көреміз. Оның жанында ғана, маңайында ғана емес, қалай қалып қалмаудың жолын қарастырамыз. Құдай патшалығына міндетті түрде қалай кіреміз? Біз ең бірінші өміріңді Құдайға арнауыңды сұраймыз. Бірінші. Екінші, өйткені біз Құдайдыға арналып туғанбыз. Исаға өзінің бір фарисейлерді жібереді, парызшыларды жібереді, және Иродтың жоқтаушылардың бір тобы жібереді. Қандай мақсатпен жібереді? Оны ұстау үшін, бір сөзіне. Иса өзі өзі өмір сүргенде оған оны парызшылар жіберіп, ол ана парызшыларға конкурент болады, сол жаңа дін қызметкерлеріне. Өткен тарауда естеріңізде болса, суден Иса келіп базарда ғибадатқа санып отырған адамдардың столдарын төңкеріп қуып жібереді. Сол жаңағы оның үстіне діни элита зұлым жүзім бағбандарына теңейтін астарлы әңгіме айтады. Бұның бәрі ақсақалдар мен бас діни қызметкерлердің Исаға қарсы әрекет етуіне итермелейді. Олардың оған қойған сұрағы қандай? Салық төлеуге бола ма деп сұрайды олар. Қалай ойлайсыздар? Салық төлеуге бола ма? Бірақ та төлеу керек. Өйткені біз қазір салық төлемеген деген мүмкін емес қой. Бірақ та мұнда бір мән бар. Ол кезде дау тұрған салық туралы болып тұр. Цезарға төленетін алым Рим империясына қажетіне жыл сайын әр адамның 1 динар мөлшерінде жиналатын салық. Жыл сайын басқыншы әскердің қажетіне белгілі бір соманы төлеу керек. Өздерін еркін халық санайтын израильдіктер үшін мұндай салықтың болуының өзі қорлау еді. Өйткені салық керісінше жағдайды көрсететін. Екінші жағынан бұл алым 1 динар мөлшерінде жиналды. Сол кездегі жауынгер мен қолөнершінің орташа бір күндегі еңбек ақысы болатын. Монетаның екі бетіндегі Цезарьдың екі бейнесі және екі жазу бар еді. Бір бетінде Тиберий Цезарь Август, Құдай деп танытылған Августтың ұлы. Ал екінші бетінде бас діни қызметкер деген жазу болатын.
Сол екінші бетіндегі Тиберий дін қызметкерлерінің киімін киіп тақта отырған күйде бейнеленген. Өздерін Құдайға тиесілі деп санайтын яһудилер үшін бұл өте қорлау болып саналған. Осы сұрақ арқылы Исаның беделін түсіру жоспарланды. Ол егер төлемеңдер десе, ол бүлікші болып шығады. Оны тұтқындап, Римнің ең қатаң заңдарымен соттауға болады. Ал төлеңдер десе, өз халқына опасыздық жасаған адам болып шығады. Ондай адамның беделді болуға, тіпті Құдайдан келген ұстаз атануға да құқы жоқ деп есептеледі. Айтпақшы, осы сұрақты қоюға оған кімдердің келгеніне назар аударыңыздар. Ол адамдарды қалай деп айтты? Ең бірінші топ парызшылар, екінші Иродты жақтаушылар келді. Олар парызшылар, ол діни қоғам өкілдері. Ол жаңағы бәр күшімен жаңағы екі саяси партияның өзінің күресі болатын. Олар жаңағы Римдік жаңағы иродтықтар Римнің қоғамын жақтайтын. Осы екі бір-бірімен бітіспес екі саяси партия өзара күресін уақытша осы Исаны жою үшін тоқтатып отыр. Иса оларға не деп жауап береді? Мен сендерді сөздерді көп айтып, жай ғана сынап тұрғандарыңды білемін деп айтады. Олар мынарада экранда қараңыздар, динардың суреті салынған. Егер де бұл монетаны Цезарь соқтырған болса, қолдарыңдағы монеталарды оған тиесілі бөлігін беріңдер деп айтады. Бірақ та беруге тиіс нәрселерің мұнымен бітпейді. Цезарға тиесіліні Цезарға, ал Құдайға тиесіліні Құдайға беріңдер. Ал айтыңыздаршы, Құдайдың дәл сондай басылып түскен бейнесін біз қайдан көре аламыз? Неден көре аламыз? Құдайдың белгісін. Қалай ойлайсыздар? Қай нәрсені адам өзінің образымен жаратты. Әрбір адам осы Құдайдың жаратқаны, олардың бейнесі мен болмысы. Ол өзінің бейнем мен болмысымен жаратқан адамдарымыз. Әр адам, римдік, израильдік, қазақ, америкалық, немесе орыс болсын, осы бейнені бойында алып жүреді. Ал бұл бейне оның иесіне тиесілі екенін растайды. Мектепте дәптеріміздің сыртына аты жөніміз жазғанымыз есіңізде ме? Не үшін жазды? Қалай ойлайсыздар? Дәптер ерекше немесе өзгеше болсын деп емес қой. Ең алдымен оның кімге тиесілі екенін көрсету үшін жазатынбыз. Сонымен Иса осы бірінші тұзақ суаққа жауап бере отырып, өз ізбасарларына қарапайым, бірақ іргелі қағиданы айтады. Тиісті төлемдеріңді төлеңдер, одан артық емес. Цезардың билігі салық алуға, ал Құдайдың билігі адамның бүкіл өміріне жүреді. Бұл марқа осы өзінің жаңағы салықты төлеме арқылы ғана өмірінің кімге тиесілі екенін көрсете алмайсың деп соны жазып отыр. Өміріңнің Құдайға тиесілі екенін көрсеткің келсе, бүкіл өміріңді, оның барлық саласын және барлық уақытыңды Құдайға арна. Аспан патшалығына міндетті түрде кіріп, Исамен бірге болғың келсе, оның өміріңе билік жүргізетін мойында. Ол сені жаратқандықтан ақ, сенің оған тиесілі екеніңді ұмытпа. Иса айтады, менің патшалығымда өз өміріне Құдайдың толық билік жүргізетін мойындап, сол билікке мойынсынып өмір сүретіндер ғана кіреді дейді. Ал біздің жағдайымыз қалай? Ал Құдайдың патшалығы бар, осы бүткіл адам затқа арналған. Ал мен қалай өмір сүрем? Осы Исаның билігі менің әсері үшін күн сайын қалай өмір сүріп жүрмін? Ал осы біздің Құдайдың патшалығы бізге қалай әсер етіп тұр күнделікті өмірімізде? Әлде мен осы бөлек одан басқа өмір сүрем ба, Құдай патшалығынан басқа?
Қалай өзімнің күнделікті өмірімді жүргізіп жүрмін? Біздің өміріміз тек қана Исаға мойынсұнсын деп үйретеді бізде киелі кітап. Сол арқылы біз Құдай патшалығына кіре аламыз. Бұл біздің осы бүткіл мемлекеттік билікке мойынсұнуымыздан да көрінсін. Себебі бұл билікте Құдайдан. Бүгін Иса да бізге осыны үйретеді. Мемлекетке беруге тиісті нәрселерімізді беріп жүрміз ба? Салық төлейміз ба? Немесе мемлекеттегі заңдарды құрметтейміз ба? Біздің үстіміздегі мемлекет билікті Құдай орнатқан. Ешқандай Құдайсыз орнатылған билік жоқ. Бірақ ол бүкіл өмірімізге толық билік жүргізбейді. Мұнда толық билік тек қана Исада бар. Алайда мемлекеттік заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін шектеулі салаларда біздің міндетіміз заңға бағынатын және адал азамат болу. Мен үшін жол қозғалыс ережелері осының айқын мысалы болып табылады. Мен осы машина айдап келе жатқанда алдымда камера ешқандай гаи болмаса, мен сол өзімнің жолым қызық болсын деп кейде қатты жылдамдықпен жүргім кеп тұрады. Сөйтіп өзім Құдайдың мемлекеттің орнатқан заңына мойындамай, мен заңды бұзамын. Ал бұл Құдайға мойынсынып өмірімді оған арнасам, жер бетіндегі үстімізде орнатылған билікке де бағынуға тырысамыз. Егер менің өмірім Құдайға мойынсынып оған өміріміз арналған болса, мен Құдайдың қойған билігіне де мойынсынамын. Ең бірінші, мен сіздерден осы өзіміздің аспан патшалығына баратын пойыздан қалып қоймауымыз керек. Ең алдымен Құдайға мойынсынып, оған өмірімізді арнау керектігін айтып отырмыз. Салық туралы осы күрделі сұраққа жауап бергеннен кейін Иса бірден екінші тұзаққа тап болды. Одан шыға отырып, Иса бізге киелі жазбаның беделіне сен деп үйретті. Біз оны 18-ші аяттан бастап оқимыз. Исаға сол кезде садукейлер келеді. Бүгін бүткіл діни саяси жүйесімен танысамыз. Бұл кім садуки деген? Олар мәтіннің өз жауап береді. Олар өлгендердің қайта тірілетініне сенбейтін адамдар. Олар Яхуди партияларының ішіндегі ең бай, ықпалды және ақсүйек топ болатын. Барлық бас діни қызметкерлер және жоғары кеңес Синедрион мүшелерінің басым бөлігі солардан шыққан болатын. Олар тек қана Мұсаның 5 кітабын сөзбе-сөз түсініп қабылдайтын. Мұса болашақта қайта тірілу туралы тура мағынасында ештеме айтпағандықтан, олар бұл өлімді жоққа шығаратын. Осы адамдар ерекше бір оқиғаны айтады. Бір биші әйел ағайынды 7 жігіттің әрқайсысына үлкенінен бастап кезекпен тұрмысқа шығып, соңында өзі де қайтыс болады. Сол көкте олардың қайсының әйелі болады. Ал Иса осындай жұмбақ шешіп көрді. Шын мәнінде бұл оқиға толықтай ойдан шығарылмаған. Мұса әмеңгерлік неке деп аталатын заңды шынымен берген. Біз бүгін көптеген жаңа сөз үйренетін сияқтымыз. Сол заң бойынша Израильдік ер адам қайтыс болған бауырының жесірін әйелдікке алуға тиіс еді. Осы әмеңгерлік заңы деп айтылатын осыны. Біз осы жаңа терминдерді көп айтатын боламыз. Сөйтіп садукейлер осы оқиғаны біраз әсерлеп, 7 рет қайталап отырады осыны. Бірақ мұндай жағдай болу мүмкін десек те, бұл сұрақтың қисынсыздығы неде? Қалай ойлайсыздар?
Қайта тірілгеннен кейін не болатын? Қайта тірілу мүлде болмайды деп сенетін адамдар сұрап отыр. Олардың жалғыз мақсаты Исаны сүріндіру. Ойланып көрейікші, мұндағы тұзақ неде? Иса үшін қандай қауіп бар? Олар жұмбақ арқылы садукейлер мынаны күтеді. Иса не Мұса арқылы Құдай берген неке заңын жоққа шығарады, не қайта тірілуді жоққа шығарады. Діни элитаның дүниетанымдағы бұл екі ұғымның қатар болуы мүмкін емес еді. Иса олардың бүткіл дүниетаным жүйесіне қысқа жауап береді. Иса екі рет не деп жауап береді? Кім байқады? Сендер адасасыңдар деп екі рет қайталайды. Олардың Құдайға деген, дүниеге деген көзқарасы адасу. Мұның өте адасып отыр. Оған екі себеп бар. Киелі жазбаны білмеу, және оның салдарынан құдіретті Құдайдың қасіретін білмеу. Тіпті Мұсаның 5 кітабына ғана сүйенсек те, Құдай үшін барлық дәуірдегі адамдардың мәңгілікте тірі екені туралы қорытынды жасауға болады. Иса мұны Мұсаның басынан өткен Мысырдан шығу кітабында жазылған оқиғамен дәлелдейді. Оның қай жерде болғаны есіңізде ма? Жанып тұрған бұтаның жанында, сол кезде Мұса үшін олардың бәрі өлі болған болатын. Құдай үшін бәрі бірдей тірі болса, қорытынды түсінікті. Құдай олардың әрқайсысын тірілтті. Бірақ садукейлер киелі жазбадағы осы ақиқатты жеткілікті деңгейде білмеді. Екінші жағынан, Иса олардың Құдайдың қаншалықты құдіретті екенін білмейтінін айтады. Олар тіпті өлгендерді қайта тірілуге құдіретті толық жететінін түсінбейді. Ол жаратылыста, Мысырдан шығуда, Леуліктер кітабында, басқа жерлердегі барлық кереметпен Құдайдың құдіретінің көріністерін оқиды. Бірақ та садукейлер өте қатты Құдайды жақсы түсінген жоқ. Ол не себеп бар? Осыншама адамдар өте маңызды нәрселерді көрмеуінің не себебі бар? Көп жылдар киелі кітапты оқыса да. Себебі олар Құдай туралы көп білгенімен, Құдайдың өзін жеке танып білуге тырыспады. Өз дін туралы көп біледі, сол дінге тиесілі болу үшін күресті. Бірақ дінге емес, Құдайға тиесілі болудың нені білдіретін аз да болса түсінуге әрекет етпеді. Құдай сөзімен оның құдіретіне сай өмір сүру деген не екенін түсінуге тырыспады. Тек сөзді қаншалықты жақсы білетін туралы айтумен шектелді. Шын мәнінде өмірің тек бүгінгі күнмен ғана шектелсе, өмір сүру ыңғайлы, көңілің қалғанын бәрін істе, бәріне қол жеткіз, дәл қазір ең жақсы өміріңді сүр. Бұл адамдарға қойылатын ең қолайсыз сұрақ. Мұса қайта тірілу туралы айтты ма деген сұрақ емес еді. Негізгі сұрақ, олар Мұса қызмет еткен Құдайды біле ма? Құдай Мұса арқылы қалдырған сөздердің беделіне бағынып өмір сүре ма? Олардың жаңағы сөздің беделі олардың өмірінде әсері бар ма? Адасудың себебі Құдайды білмеу, және оның қандай Құдай екенін білмеу. Қалай ойлайсыздар? Бұл сізге де қатысты ма? Қалай ойлайсыздар? Осы біздің заманауи өмірімізге бұл келіп тұр ма, осы айтылған жағдайлар? Бәрі ойланып қалды. Әрине, әрбір адам өзіне сұрақ қоя алады. Менің Құдай киелі жазба мен үшін беделі бар ма? Құдайдың айтқандарымен санасамын ба? Осы сұрақтардың бәрі садукейлер мен иродтарға, жоқтаушыларға ғана емес, бізге қойылған. Жалпы алғанда киелі жазбаға деген сенім өміріміздің іргетасы болып тұр ма? Құдай патшалығына киелі жазбаны танып білуге ұмтылатын және Құдайдың құдіретін білетін адамдар міндетті түрде кіреді. Егер мен бұған күш салмасам,
Бүкіл өмірімдегі қауіп Құдайды танымай, оның жанында ғана өмір сүру. Сондықтан Құдай патшалығының маңында қалып, оның Құдай патшалығына кіре алмай қалу қаупі бар. Осы Иса арқылы сенім туралы сырттай күрделі көрінетін сұрақтармен тұзаққа түсіруге өзіміздің ойдан шығармай, тек қана киелі кітапқа ғана сену керек бізге. Құдай патшалығына тек қана өзі күш салған, осы киелі кітапты танып оқыған адамдар ғана, өміріне сол адамдар ғана кіре алады. Бүгін осы аптада сізде де Иса туралы, сенім туралы сырттай күрделі көрінетін сұрақтармен тұзаққа түсіруге тырысқан шығар. Бүгін Иса бізге бұндай сұрақтарға тек қана оның өзін және оның құдіретін көрсету арқылы ғана жауап беруді үйретеді. Мақсат белгілі бір тақырыпта дәлелдер мен уәждер арқылы адамдарды жеңу емес. Мақсат Исаны және оның құдіретін көрсету. Бұл қандай құдірет? Ол Исаның өлгендерден қайта тірілген құдіреті. Бұны басқаша түсіну мүмкін емес еді. Иса өлді, жерленді. Ол қазір мәңгілікте шынайы тірі. Бұнымен келісесіздер ме сіздер? Әумин. Соның бәріне жауабы, кез келген сұрақтың жауабы, мен осы Исаға қалай қараймын? Мен үшін өліп тірілген деген көзқарасымнан басталады. Мәселе сенімнің барлық дәлелдердің қаншалықты жақсы түсінетімде, немесе осы салада қаншалықты білімді екенімде емес, мәселе сенемін бе, жоқ па? Ал енді киелі жазбаға сенбесек те, біз сене де алмаймыз, иемізге жақындай да алмаймыз. Ал 7 рет тұрмысқа тұрған әлгі бейшара әйелдің жағдайы не болды? Иса мұны өте қарапайым түсіндіреді. Қайта тірілгеннен кейін болмыс адамның қазіргі өмірінде болмыстан өзгеше. Дене де, табиғат та, басқа қарым-қатынастарда басқа болады. Ол жерде үйленбейді де, тұрмысқа да шықпайды. Бұндай қарым-қатынас үлгісін Құдай жердегі өмір үшін жаратқан. Достар, некеңіз сәтсіз болды деп ойласаңыз, мәңгілікке дейін шыдай тұрыңыз. Жердегі қарым-қатынастарымыз мәңгілікте қалай өзгеретін туралы әртүрлі көзқарастар бар. Бірақ бүгін бізді ол жақта бәрі қалай болады, қарым-қатынастар қандай болады деген сұрақтан көрі, мен ол жерге мүлдем барамын ба деген сұрақ көбірек алаңдату керек. Және де менің туыстарым ол жаққа барама деген сізде сондай сұрақтар алаңдату керек. Тағы да бір мысалы маңызды нәрсеге назар аударуымыз керек. Ерлі зайыптылар, бір-бірімізге қызмет етуге берілетін уақытымыз шектеулі. Сондықтан бүгін әйеліме қамқорлық жасауды кейінге қалдырғың келсе, қатты кешігіп қалуың мүмкін. Құдай бір-біріңмен бірге өмір сүруге берген уақытты жіберіп алмаңыздар. Сонымен Иса айтады, Құдай өлілердің емес, тірілердің Құдайы деп мәлімдейді. Егер біз бұнымен келіскіміз келмесе, қатты адасамыз. Құдай сөзіне сенуден және оған мойынсынудан бас тарту ең үлкен адасу. Осылайша күрделі діни тақырыпта қатысты екінші тұзақ сұраққа жауап бере отырып, Иса бізге оның патшалығына міндетті түрде кіру үшін ең алдымен Исаның өзін жеке танып, оның құдіретін білу аса маңызды екенін айтады. Исаның өзін жеке тану. Ол құдіреті біздің өмірімізде күнде-күнде жұмыс істеп жатыр. Біз бүгін осы қандай нәрсеге біз сенуіміз керек. Қай жерде мен қандай қиындықтардан өтіп жатырмын. Қай жерде Құдай патшалығының маған көмегі керек. Мен осы жерде Құдайдан мен көмек іздеймін ба, киелі кітаптан іздеймін ба менің өміріме жауапты. Осы киелі кітап арқылы Құдайдың күшін мен қалай көре аламын? Осы сұрақтар мұнымен аяқталмайды. Енді біз соңғы астарлы сұрақты көреміз. Оған жауап бере отырып, Иса біздің өзін және адамдар сүю арқылы оның патшалығына кіруге шақырады. 28-ден 34 аятқа дейін біз көріп отырмыз.
Осы барлық әңгімен сырттай өте беделді мамандық иесі бақылап тұрады. Ол білімді күрделі сұрақтарға жауап беруге дағдыланған. Енді ол тығырыққа тірейтін сұрақ қою үшін жақындайды. Бұл адам кім? Бұл діни мұғалімі заңды кәсіби түрде түсіндіретін, бүкіл өмірін мәтінмен жұмыс істеуге арналған, осы келі кітаппен жұмыс істеуге арналған адам. Олар шиыршықтарды көшірген, мәжіліс қанарда оқу үшін мәтінді иврит тілінде, арами тіліне аударған. Рим империясының сол кездегі жағдайында Құдай заңын қалай қолдану керектігін түсіндірген. Осы заң негізінде кейбір сот және әкімшілік істерді жүргізген. Сондай-ақ білім беру арқылы яхуди халқының ұлттық болмысын сақтаумен айланысқан. Осы мамандық пайда болғаннан кейін раввиндар Мұсаның 5 кітабына сүйеніп 613 өсиетті бөліп шығарады. Сөйтіп ол ең бірінші осы раввиндар осы өсиет ең бірінші 613 өсиетті бөліп шығарды. Соның саны 10 өсиеттің әрбір әрпіне бір өсиеттен келеді деп есептелді. Бұл өсиеттердің барлығы көлденең сипатта болды. Адамның қалай өмір сүруі, қалай сөйлесуі, не киюі, демалыс күні қайда баруға болатыны, қайда баруға болмайтыны секілді мәселелерді сипаттады. Сондай керемет өсиеттер керемет көп болды. Соның қайсысы тек қалаулы, қайсысы үлкен, қайсысы кіші деген, қайсысы мынау маңызды деген әртүрлі дау болды. Иса осы өз ұстанымы бар деп ойлаған діни мұғалімі одан өсиеттердің маңыздылығы туралы пікірін сұрайды. Әрине Иса осы нұсқаулардың маңыздылығының бәрінің көңілінен шығатындай етіп бөле алмас еді. Бірақ Исаның ұстанымы қарапайым әрі іргелі болды. Ол Құдай тақташыларға жазған алғашқы сөздерді келтіреді. Тыңда, Израиль, жаратқан е біздің Құдайымыз, жаратқан е жалғыз. Ол Құдайды тағалаңды сүй, және маңайыңдағы адамдарды сүй дейді. Халық шатасқан жүздеген нұсқаудан Иса тыңдаушылардың негізгі өсиеттеріне қайтарады. Олар сондай тік бағытта Құдаймен қарым-қатынасты, ал көлденең бағытта адамдармен қарым-қатынасты сипаттайды. Одан кейінгі барлық нәрсе осыған негізделеді. Бұлар өте ұлы өсиеттер. Мен осы ойды талай рет талқыладық. Менің Құдайға деген бүкіл қатынасым, мен оны сүйемін ба деген сұрақ. Ал адамдарға деген қатынасым, маңайымдағы адамдарды сүйемін ба деген сұраққа келіп тіркеледі. Егер сіз біздің қауымда жақында ғана келсеңіз, кіреберісте осы сөздер жазылған, осындай бір затты сізге сыйлаған болуы мүмкін. Өзің Құдайыңды сүй, маңайыңдағы адамдарды сүй деген сый алған шығарсыздар егер бізге келсеңіздер. Сөйтіп, бұл әңгіме мұнымен аяқталмайды. Соны біз сөйтіп дін мұғалімі ол жаңағы Исаның сөзімен толық келіседі. Сонымен дін мұғалімі өз туралы қандай сөз естиді? 34-ші аят. Иса оның парасаттылықпен жауап бергенін көріп, сен Құдай патшалығынан алыс емессің дейді. Бұдан кейін ешкім одан тағы бір нәрсе сұрауға батылы бармады. Бірақ та сен әлі саған жетіспей тұр. Құдай сөзін білген жақсы, дұрыс ойлайсың, көп нәрсені түсінесің, жақсы сұрақтар қоясың. Және оларға дұрыс жауап та бересің. Бірақ сен әлі Құдай патшалығында емессің. Саған ең басты нәрсе жетіспейді. Құдай сөзін жақсы білу, және Құдайды сүю керектігін түсіну, құтқарылу үшін жеткіліксіз. Ең бірінші, патшалыққа кіру үшін осы өсиетті орындау керек.
Марқа осы әңгіменің екінші жартысында мұны нені білдіретінін сипаттайды. Иса Мәсіхтің шәкірті және ізбасары болу керек. Біз үшін де бүгін осы өсиетті Иса Мәсіх арқылы орындаудан басқа жол жоқ. Бұл өмірімізді оған арнау және шәкірт ретінде оның соңынан еру. Бұл біздің маңызды біздің өміріміздегі өсиет. Енді осы біз Құдай патшалығына кірмей қалсақ, не істейміз? Сен кереметсің, сен қандай жақсы көп нәрсе жұмыс істедің, өзің халқыңа еңбегімен қоғамыма пайда келтірдің, білімің өте жоғары, еліңдегі белсенді азаматтық ұстанымың бар, халқыңа игілік әкелдің, қаржылық жағдайың жақсы, оған адал еңбегіңмен жеттің, сен жақсы отағасысың, әкесісің, жақсы күйеусің, тіпті Құдай сөзін зерттеп қызмет етесің, өте көп жақсылық жасадың, Құдайдың мәңгілік патшалығына жұмаққа кіруге өте жақынсың, бірақ оған кірмейсің, егер сен сондай адам болсаң. Осындай жағдайды тап болуды қаншалықты қайғылы екенін елестетіп көріңіздерші. Бүкіл өміріңді өткізіп, соңында жұмақтың қақпасына өте жақын тұрып, бірақ ішке кірмей қалу қандай екенін ойланып көріңіздер. Бұл ауқымын өзімде елестете алмайтын жеке трагедия. Мысалы, мен Саратовтан Белградқа баратын пойызды өткізіп алсам, біраз уақыттан кейін басқа пойызбен кете аламын. Бірақ аспан патшалығында апаратын пойызда бұлай болмайды. Егер де мен пойызымды өткізіп алсам, онда оған апаратын басқа пойыз жоқ. Онда мен осы патшалықтың сыртында мәңгілікке қаласың. Тозақ деп аталатын жерде. Біз ең маңызды нәрсе, біз осы пойызда Исаға баратын еру пойызында отырмыз ба? Жоқ әлде оны маңайында жүрміз ба? Біз өзіміз құтқарылдық па? Исаны жүрегімізге қабылдадық па? Біз оған сенеміз ба? Ол бізге жай ғана жүрміз ба? Осы әрбір адам осы арқылы мәңгілікке құтқарылатын адам болатын күніңізі болсын. Ал сіз аспан патшалығына жеткізетін оның құдіретіне сезіңіз. Ал Исаға көптен бері еріп жүргендерге шақыру мынау. Пойызыңызды тексеріңіздер, құрамында бәрі дұрыс па? Құдайға толық бағыштап жүрсіз ба? Келі жазбаның беделіне сенім бар ма? Иеміз Исаға және қасыңыздағы адамдарға деген тірі әрі өсіп келе жатқан сүйіспеншілік бар ма? Бүгін күш салып өзімізді тексерейік. Исаға жақын ғана тұрған, оның патшалығын алыс емес, бірақ құтқарылуға сәл ғана жетпей қалған адамдардың қатарында абайсызда қалмайық. Біз бәр күшімізді салып тұрмыз ба? Біз киелі кітаптың сөзіне сенеміз ба? Біздің өмірімізде сенім бар ма? Сүйіспеншілік бізде бар ма? Осының бәріне күш салуға тырысайық. Және де біздің арамыздағы адамдар жаңағы патшалығының сыртында қалып жүрмесін. Осы Құдай барлықтарыңызды өзінің батасын берсін. Енді дұға етейік. Ал құдіретті күшті Құдай, біз бүгін сен атыңды даңқтаймыз, сенің сөзіңді, сенен басқа сенің киелі кітабыңда басқа жол жоқ. Сен арқылы ғана келе аламыз, сенің патшалығыңа, Иса. Сен біз үшін бәрін істедің. Сен біздің күнәміз үшін өліп, үшінші күні қайтадан тірілдің. Өзің сөзің арқылы бізге айтып отырсың, бәрін жеткізіп. Рахмет саған. Бәр сөзіңді сенің білетінімізге мыңда бір қуанамыз. Осы сенің атыңнан сұраймыз, осы білген сөзіміз біздің өмірімізде жеміссіз қалмасын. Біз сенің артынан еретін болайық, саған сенетін болайық, сенің киелі сөзіңнің беделі жоғары болсын. Сенің сөзіңе, сенің беделіңе біз бағынатын болайық. Осындай жай ғана, осындай осы қасиеттер, бірақ та біз өте
сенің артыңнан ергіміз келеді, сен қалай үйреткеніңізді білгіміз келеді, сенің артынан жүргіміз келеді. Ал бүгін сенің өзіңнің құтқарылуыңды әлі сезбеген кісілерге сенің өзің рахымың төгегер. Осы залда отырған адамдардың арасында егерде сенің ізбасарың болмаса, сен оның жүрегіне өзің толтыра көр. Ол сенің патшалығыңа кіретіндей болсын осы отырған адамдар. Соны сұраймыз сенен. Рахмет саған. Сен осы жер бетіндегі осы адамзаттық өмірліктің барлығын өттің. Сен осы өзің өміріңді қидың. Әрбір адамзат осы жаны тірілі қалып, осы аспан патшалығына кірсін деп сен тілегеніңе. Сенің атыңмен сұрадық осыны. Әумин.